Қайырлы күн баршаларыңызға. Сізге егер гүл сыйласа, ол гүлдің өлмегенін қалайсыз? Гүл мәңгілікке гүлдеп тұрғанын қаласаңыз, немесе осындай гүл аулаңызда өскенін қаласаңыз, сізге тағы вариант бар. Ол үшін бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге не қажет? Сізге сыйлаған гүлді ең алдымен суда тұруы қажет. Ол суда тұрғаннан кейін осындай түйіндер пайда бола бастайды. Және де осыған арналған торф қажет. Біз торфтарды дайындап алдық, жақсылап суғардық. Торф бізде ең жақсы торф, біз қолданатын торф ол агроболт торфтары. Және де сонымен қатар торфқа салу үшін, мына роза гүлдерін қазір қырқу үшін алдымен жақсы секатор қажет, кескіш. Бұл гүлдерді кесеміз, кескеннен кейін барып жақсылап карневинге саламыз. Карневин бұл тамырды дамытушы. Яғни сіз агромагазиндерге барсаңыз, карневин деп сұрасаңыз, сізге ұнтақ түрінде немесе басқа да түрлерінде беруі мүмкін. Бірақ бұл барлығы дерлік жарай береді. Себебі бұның барлығының қызметі тамырды реттеуші, тамырды дамытушы болып табылады. Және де бізге скотч қажет болады. Ендігі кезекте сіздермен бірге оны қалай кесуіміз қажет, қалай дамытуымыз қажет, жаңа өмірді қалай береміз, соны талқылайтын боламыз. Ең алдымен гүлді аламыз, гүлдеп тұрған бөлігін, жоғарғы бөлігін міндетті түрде түзу етіп кесіп аламыз. Жапырақтары қураған, жапырақтарын барынша осылайынан қырқып аламыз. Роза гүлдерін тазалап аламыз осылай жапырақтарынан, және де 3 түйірін қалдырамыз. Міне. Бірінші түйін, екінші түйін, үшінші түйін. Осы 3 түйіннен қалдырып отырамыз. Осылайынан қиғашынан сәл кесеміз. Кесіп аламыз. Карневинге саламыз жақсылап. Карневинге салғаннан кейін суланған торфқа салатын отырғызатын боламыз. Бізде торф барлығы дерлік дайын. 5 литрлік баклажка болса, 5 литрлік баклажкамен бірге көбейте берсеңіздер болады. Осылайынан барлығын дерлік тазалап кесіп шығатын боламыз. Міндетті түрде жоғарғы бөлігін алып тастаймыз. 3 түйірден бірге қалдырамыз осылайынан. Сіздерге жоғары жағын түзу алып отырамыз. Және де тағы да 3 түйірін қалдырсаңыздар болады. Осылайынан алынған әрбір бөліктерін карневинге жақсылап батырып аламыз. Карневиннен кейін жақын отырғызамыз. Осылай жалғастырып кете береміз. Міндетті түрде бірақ жоғарғы бөлігін алатын боламыз. Мына төменгі бөлігі қажет емес. Егер де гүлдің жоғарғы бөліктеріне сіз су салып болғаннан кейін осындай бүрлері ата бастаса, бұл керемет деген сөз. Яғни гүлді біз жаңа өмір, екінші өмір сыйлайтын боламыз. Бір ғана өмір емес, бірнеше өмір сыйлайтын боламыз. Себебі бізде мысалы бір дарақтан осындай 2 дарақ алатын болсақ, екеуінде карневинге батырып, бұйырса әр бөлігінен бір гүл алатын боламыз. Біз неге жиі отырғызып жатырмыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Егер де жақсы тамырланатын болса осылай, біз бұл ыдыстың ішінен барлығын бөліп шығарып, әрқайсысын әртүрлі стаканға отырғызатын боламыз. Бұл келесі видеоларда біз сіздерге тамырлануын және олардың бөлінуін барлығын көрсететін боламыз. Сондықтан бізбен бірге әрқашан болуларыңыз қажет.
осылай жалғаса беретін болады. Бізде қазіргі таңда сіздерге көрсететін тағы бір жайт, біз барынша торф, яғни сіз отырғызатын кез келген жер болсын, қандай торф болсын, жақсы влажность, яғни жақсы суғарылған болуы қажет. Сонымен қатар оны осындай 5 литрлік баклажка алғаннан кейін міндетті түрде осылайынан жабамыз. Міне, барлығы дерлік сыйды бізде. Осындай шел қалады. Бұл шелді міндетті түрде скотчты қолданатын боламыз. Скотчпен міндетті түрде бізде ішінде влажность жеткілікті. Сондықтан скотчпен ауа өтпейтіндей етіп жауып шығамыз. Ауа өтпеуі қажет. Осылайынан жауып шығамыз. Осылайынан бұл өзінің ішінде атмосфера құралады. 2-3 күн, яғни өзінің атмосферасына тұрғаннан кейін мына сыртында тұрған крышкамен ауасын шығарып, күндіз түнде жауып, осылай температураны өлшеп отырамыз. Оға дейін осылайынан бұл жерге ауа кірмей, өзі тамыры, яғни жерге сіңіп, өзінің атмосферасын құрауы қажет болады. Және де біз жаз мезгілі болғандықтан, біз бұны міндетті түрде көлеңке жерге қоятын боламыз. Осымен барлығын қазір көбейтеміз. Осылайша жұмыс аяқталады. Бұның тамырлануы 1-1,5 ай ішінде тамырланып, ақырындап келесі көшет алуымызға тамырлануы 1-1,5 ай уақыт алады. Және келесі роза гүлдерін, яғни көшеттерін ала аламыз. Біздермен бірге болғандарыңызға рахмет. Мәлімет ұнаса лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер.